қазақ даласындағы діндарлық біріншіден осындай рационалдыққа, ақылға, ыждахатқа, интеллектуалды еңбекке жақын модель болып есептеледі. Біріншіден. Екіншіден, мына Ханафи мазхабы мейлінше буквализмге емес, мағынаға мән берген. Сыртқы формаға емес, ішкі мағынаға мән берген. Сыртқы формаға емес, исламның негізгі принциптеріне мән берген. Абу Мансур әл-Матуриди, атақты ислам ақидасының, сенім жүйесінің теоретигі, Самарқандта өмір сүрген, қазіргі Өзбекстан, бірақ кітаптары ол кісінің сенім жүйесінің жүйелендіруі біздің Орта Азия, біздің Қазақстан даласында да тараған. Бұл мектеп немен ерекшеленеді? Бұл мектеп ақыл, нақыл сабақтастығымен ерекшеленеді. Яғни дінде нақыл бар. Нақыл деген енді жазылып бізге келген Құран, хадис, сахабаның мазхабтары, шар'уман қаблана деп айтылады. Исламнан бұрынғы діни жүйелер, осылардың барлығы жазулы түрде нақыл болып жетеді. Ал енді екінші жақтан ақыл бар. Ақли дәлел деген нәрсе бар дінде. Рационалдыққа сол Матурид мектебінде өте үлкен мән беріледі. Тек қана діни тұрғыдан емес, және бұны интеллектуалды тұрғыдан, ақыл тұрғысынан бұның мотивін табу. Илля деп айтылады, рационалды негіздемесін табу. Мынау дінде не үшін тыйым салынған? Мынау парыз неге парыз етілген? Мына сүннет не үшін жасалған? Секілді осындай рационалды себебін табуға тырысқан.